Ассалаумағалейкум достар, армысыздар, бармысыздар. Бүгін 14 сәуір демалыс күні. Өздеріңіз білетіндей, қазір еліміздің 10 облысында төтенше жағдай жарияланып, су басқан өңірлерден көп адамдар әр аймақтарға көшуге мәжбүр болып жатыр. Дәл қазір мен Ақтау қаласындағы 22 шағын аудан 123 қоймадамын. Осы қоймаға, осы қиын жағдайға тап болған отбасыларға, әсіресе көршілес Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласынан келген осындай қиындыққа тап болған отбасыларға көмек қолын созу мақсатында осы 3 азамат қазір қасымда. Әбілқайыр бар, Бауыржан деген азамат жігіт бар, сосын Берік деген ініміз осы ұйымдастыру жұмыстарын қолға алып, осы халықтан келген заттарды үлестіріп беріп жатыр. Қазір енді Берікті сөйлетейік, Берік сұхбат береді. Жалпы осы былайша айтқанда акцияның негізгі мақсатын айтады. Қазір қалыс қалмай барлығы жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлығы бірігіп осындай қиын кезде әр қазақ менің жалғызым демекші көмек қолын созып жатыр. Осындай елдің атын шығарар ер азаматтар аман болсын, бар болсын. Және де қазақ халқына да рахмет, мың алғыс. Қалыс қалмай осындай қиын кезде көмек қолын созып жатыр. Шама шарқынша әркім енді мүмкіндігіне қарай көмектесуде. Сондықтан осындай жігіттерге рахмет, алғысымыз шексіз. Енді барлық осы қиындықты бастан кешіп жатқан отбасылар аман есен елдеріне, үйлеріне оралуын тілейміз. Және де бұл төтенше жағдай ұзаққа созылмайды деп үміттенеміз. Сондықтан аман болайық қазақ елі. Осындай азаматтар, азамат жігіттер осы елдің қамын ойлаған әрбір қазаққа болсын деген нар жігіттер бар болсын, көп болсын. Дәл қазір мен қасымда Бауыржан деген бізде Аманат партиясы жанындағы облыстық, Маңғыстау облыстық филиал жанындағы партиялық бақылау комиссиясының мүшесі. Осындай ер азаматтардың еңбектері жана берсін, Алланың нұры жаусын. Бір болайық қазақ елі. Басында әркім енді өзі барынша көмектесіп жүрді. Содан кейін енді осы Ақтаудың жас балдары, белсенділері бәріміз қосылып осындай бір іс жасайық деп енді баршамыз енді көмектескіміз келіп, содан басталды. Сосын 1-2 күннен кейін уже склад ашылып бастады. Біздер енді Ақтауға келеді, квартира жалдайды, жаңа дымсыз келген адамдар болады, соларға енді көмектесеміз. Тегін жеткізіп береміз үйлеріне, коляскасы бар, тамағы бар, басқасы бар. Оның бәрі халықтан келіп тұр. Ақша да халықтан келіп тұр. Бәріне енді халық көмектесіп отыр ғой. Баршаға Аллах разы болсын. Қасымда енді балдар көп негізі. Қазір енді бәрі өзінің шаруаларымен жүр дегенде сол үшін көрінбей қалып тұр. Былай негізі қасымда адам көп көмектесіп отқан. Есімдері Аян, Есен, Ықылас, інілеріміз бар, Тимырлан, Махамбет, сосын Жандос бар, міне қасымда жүрген бауырым бар, Бауыржан, Әдөк, бәрі бар. Оның есімдері көп негізі бұл жерде аталатын жалпы. Оның аты аталмағандары да бар. Алматыдан жан-жақтан көмектесіп отқандар бар. Өзімнің туған інім де бар, Нұрлыбек дейтін, басын бастаған осы жерде жүргендер. Ауызбіршілік жақсы ғой, тек барымыз бір қосылдықта тек баршамызға енді баршасына барымызша көмектесейін деген ниет қой. Ең бастысы Аллах тағаланың разылығы үшін көмектесуге ниеттендік. Барша келгендерге, мұқтаж жандарға. Оған бізге көмектесіп отқан бүткіл Қазақстандағы халық. Біз енді осы Ақтаудан қаншамыз Құлсарыға кетіп отыр, Атырауға көмектесіп отыр. Қолмен күрекпен ұстап көмектесейік деп. Баршаңызға Аллах тағала тек сабыр беріп, Аллах тағала разы болсын баршаңызға. Бұл ондай определенный уақыт жоқ, бізде барымызша тек до конца тек көмектесуіміз ниет қой, басқасы керек емес бізге. Енді халықтан енді көмектесеміз десе, басында бізге продукты жағынан сондай ғой қазір керегі. Көбісі дымсыз келді ғой енді былай айтпақшы. Ақтауда қаншама жаңа кәсіпкерлер бар, үлкен ағаларымыз бар, квартираларын тегін жалдап беріп жатыр. Біз соларға мысалы тамақ жағынан, кілем жағынан, көрпе жағынан барын апарып береміз. Біздерде нөміріміз бар, осы жақта жүретін складқа жауап беретін адамдарымыз бар. Солар нөміріне шықса, данныйларын жіберсе, именно Құлсары деген керек, Атырау деген керек, удостоверениялар
бізге WhatsApp-қа жібереді, біз бармыз тағы көруіміз керек оны. Себебі біз әр адамға бере алмаймыз ғой. Сол адамдарға солай береміз. Күніне кем дегенде 25 отбасы. Күніне. Сол балдар өздерінің көліктерімен келеді, тегін тасып береді. Бәріне рахмет. Былай келіп жатқан адамдар жұмыстарынан босаса келіп жатқандары бар, тек көмектесіп кетіп жатыр, тек барларынша. Аяқтай барамыз, жағдайларын сұраймыз. Одан кейін де енді керек болады ғой, тамақ енді көп балалы ғой, бәрі келіп жатқан. Тамақ тез бітеді оларда. Барымызша апарып береміз. Келесіде сұрағанда тағы апарып береміз оларға. Ең қажетті заттар макарон, күріш, гречка, тушенка енді. Қазір ет, тауық енді алу қиын ғой, қалай болмасын бағасына қарай. Ұн қолдан пісіреді, алма, фрукты, сондай заттар ғой. Май пісіретін. Сосын балаларға в основном керек памперс. Памперс көп сұрайды, коляска сұрайды, биск сұрайды. Соларға барымша береміз. Халық береді, біздер ол апарып береміз. WhatsApp нөмір бізге хабарласса болады, 2-3 адамның нөмірін береміз. Өзімдікін қазір айтайын, сосын қоса қояр. 875-881-0770. Тілегіміз халыққа енді ең бірінші біздің Маңғыстау, барша Қазақстан көмектесіп жатқандарға баршаңызға Аллах разы болсын. Осындай кезде ауызбіршілікті көрсетіп жатқандарыңызға баршаңызға Аллах разы болсын. Атыраулықтарға енді Аллах Тағала сіздерге сабыр берсін дейміз. Барша бір жақтан енді көмегіңіз болады. Ең бастысы сабыр етіңіз. Қалған Аллах Тағала өзі реттеп береді.